Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы отбасы тәрбиесінің түрлері, яғни халық педагогикасындағы ұрпақ тәрбиелеудегі отбасының алатын орны. Лекция жоспары: отбасы және отбасылық қатынастар педагогикасы, халық педагогикасындағы отбасы тәрбиесі, ұлттық отбасылық дәстүрлердің тәрбиелік мәні. Отбасы дегеніміз туысқандық байланыста болатын ата-ана, ата-әже, бала, немере бірлесіп әлеуметтік өмір сүретін адамдар тобы. Отбасында мемлекеттік заңдар мен ережелерді сақтайды. Демек, некелік отбасылық қарым-қатынастың биологиялық тарихы, әлеуметтік және құқықтық мәні бар. Қазақ халқы балалар жасын мынандай кезеңдерге бөліп қарастырады: нәрестелік жас, бөбек жасы, сәби, жеткіншек, бозбала, үлкендер жасы деп қарастырады. Отбасы қоғамдағы алғашқы ұйымдардың бірі. Оның өзіндік міндеттері болады. Ол үшке бөлінеді. Бірінші, репродуктивтік міндет. Мұның мәні баланың өмірге келуі, өмірдің, ұрпақтың жалғасын табуы. Екінші, шаруашылық экономикалық міндет. Мұның мәні материалдық жағдайды қамтамасыз ету, үй және жекеменшік шаруашылығын жүргізу, отбасының қор қаражатын жинау, оны сақтау. Келесі міндеті бос уақытты ұйымдастыру, яғни бала ұрпақ тәрбиесімен айналысу. Зерттеуші ғалым Ахметовтың айтуы бойынша, бала тәрбиесі негізінен басты 8 түрлі мәселені қамтыған. Бірінші, тәрбие басы алдымен әдістемелікке үйретуді көздеген. Екінші, мейірімді болуға тәрбиелеген. Үшінші, тіл алғыш, елгезек бол деп үйреткен. Төртінші, адалдық пен шындыққа баулуды көздеген. Бесінші, білгір бол, ұстаз бен ғалымның, көпті көрген данышпан қарияның сөзін тыңда. Ақпақ-құлақ болма, құйма-құлақ бол дегенді бойларына сіңіре берген. Алтыншы, үлкенді, ата-ананы сыйлауға үйретуді басты міндет етіп қойған. Жетінші, кісі айыбын бетіне баспа дейді халық тәрбиесі. Бұл кемшілікті айтпа деген сөз емес, ғарып кісілердің табиғи кемдігін көрсетпе деген сөз. Сегізінші, ел қорғаны батыр бол, халық алдында қызмет ет, бар өнеріңді соған жұмса дегенді үйретеді. Қазақ отбасында тәрбиенің бұл бағыттары толығымен қамтылған. Бала тәрбиесіне байланысты әр ата-ананың қалыптасып, ұрпақтан ұрпаққа жазылмаған заң тәрізді ауызша жалғасып отырған. Ата-ананы, үлкенді сыйлауға, халықтың салты мен дәстүрін қадірлеуге, ел тарихы, туған жер, ата-баба шежіресін қанығуға, бесік жырынан бастап халық ән күйіне сусындауға үйрету бұл отбасы тәрбиесінің басты мақсаты болып табылады. Жанұя тәрбиесіндегі ата мен әкенің рөлі. Ана мен әкенің рөлі қандай? Қазақ халқының көптеген салт дәстүрлері баланың дүниеге келумен байланысты туған. Мысалы, мына мәтелдерден көруге болады. Отбасының жеміс берер гүлі, алтын тіреу діңгегі бала. Бесіксіз үйде береке жоқ. Бір баласы бардың шығар шықпас жаны бар, көп баласы бардың маздап жанған шамы бар. Бала адамның бауыр еті. Баланың өмірге келуіне байланысты көптеген әдет-ғұрыптар бар. Яғни сүйінші жас, балаға ат қою, бесікке бөлу, бесік тойы, тұсау кесу, атқа мінгізу тойы, сүндет той, шежіре той, құда түсу, ұрын келу, қыз ұзату, келін түсіру сынды бірнеше тағы сол сияқты салт дәстүрлерді атап өтуге болады. Мысалы, атқа мінгізу тойы. Бала 4-5 жасқа келгенше әке-шешесі арнайы ат, ер тоқым даярлайды. Сүндет тойы. Сүндетке отырғызу 7-8 ғасырларда араб елдерінен шығып, бүкіл мұсылман жұртына тараған. Ол мұсылмандықтың белгісі болып саналған. Ер баланы 5-7 немесе 9 жасында сүндетке отырғызған. Шежіре үйрету дәстүрі. Балаға 7 жасынан бастап ағайын туысын, жеті атасын, руын, тегін, ел жұртын үйретуге ерекше көңіл бөлген. Оны мына мысалдан көруге болады. Мысалы, мәтелден көруге болады. Жеті атасын білген ол, жеті жұртқа жөн айтар дейді. Отбасы бұл әке мен ананың үлгілі өнегесі негізінде қалыптасады. Осы мәселені Волков өзінің еңбегінде әке мен ана педагогикасы тұрғысынан былайша сипаттайды. Әкенің миында стратегия, ананың жүрегінде тактика.
Әкенің қолында болат қашау, ананың қолында күміс жонғыш дейді. Қазақстан Республикасының тәлім-тәрбие тұжырымдамасында тәрбиенің негізгі қағидаларының бірі ретінде әке-ананың отбасындағы рөлін қарастырған. Онда біріншіден, баланы кішкене кезінен анасының сүт ақысын өтеуге баулу. Бүкіл қоғамда әйелге, анаға ерекше ілтипат қалыптастыру. Екіншіден, бала тәрбиесіндегі әкенің жауапкершілігін, тәрбиелік міндеттерін арттыру. Отағасы шаңырақтың қорғаны, асыраушысы, ақылшысы екендігін ұғындыру. Сондықтан қазақ әулетінің ер азаматын бағалауға, пір тұту дәстүрін одан әрі жалғастыру деп жанұяда ата-ана тәрбиесінің маңыздылығын айқындайды екен. Ер жігіт қандай болу керектігі туралы халықтың талғамына сай ұлттық түсініктер Қозыбековтың еңбегінде былай бейнеленеді. Яғни, кескін келбеті, қадір қасиеті, қабілет икемі, шешен жігіт, батыр жігіт, сері жігіт, жомарт жігіт, палуан жігіт, үй жігіті, түз жігіті деп бөліп қарастырады екен. Бабаларымыз ер жігіттің басынан 6 асыл қасиет, 3 асыл мінез және ажырамас 3 серік табылуын талап еткен. 6 асыл қасиеті: зерде зейіні болсын, өнер өрісі болсын, тапқырлық талап ерлігі болсын, қайрат қаруы болсын, білімі болсын, жігер күші болсын дейді. Ал асыл мінезі: туған еліне дос жарана адал болуы, қара қылды қақ жарған әділетті болуы. Үшінші, қаймық бастан турасын айтар шыншыл болуы. 3 серігі: астыңа мінген тұлпарың болсын, шыңдалған ақыл айлаң болсын, айнымас адал жұбайың болсын. Отбасындағы қыз бала тәрбиесі. Көнеден желісі үзілмеген халық ауыз әдебиеті мен жазба нұсқаларында бойжеткен қыздың келбеті сұңғақ бойлы, сыңғырлаған дауысты, оймақ ауыз, күлім көзді, жайдары мінезді, алма мойын, ақ шабетті, ақ тамақ, аршын төсті, тал шыбықтай бұралған бұраң белді, сүмбіл шашты, ұзын кірпікті, ақ білекті, маржан тісті, қыр мұрынды деп суреттеген. Әр замандарда жақсы болсын тегі, заты, тұқымы, пәк, ұятты болсын жанның тұйығы деген тілек білдірген. Яғни, лекциямыздың соңында баласағұн мен өзіміздің Абай атамыздың мына сөздерімен аяқтағым келеді. Ақылды әйел іздесең сен есті болса, 4 құбылаң тең келер десе баласағұн. Абай атамыз былай деген екен: жасаулы деп, малды деп байдан алма, кедей қызы арзан деп құмарланба, ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан ғапыл қалма. Бүгінгі лекциямыздың жалпы мазмұнын қысқаша сіздерге мәлімдедім. Хош, сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.